Адамнан сұрасаң ашуланады, Алладан сұрамасаң ашуланады. Кішіпейілділік кішілік емес, кісілік. Жақсының шарапаты тиер тар жерде, жаманның кесапаты тиер әр жерде. Мұхит сияқты терең адамдар болады, тереңіне сүңгіп кеткің келеді. Шалшық судай таяз адамдар болады, үстің былғанып қалмау үшін аттап өтуіңе тура келеді. Үйдің ыстық суығын қыс түскенде білерсің, кімнің алыс жақынын іс түскенде білерсің. Ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма, адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Өзгелердің үйіне соқыр халде кіріп, мылқау күйіңде шық, ешкімді сынаушы болма. Жел қанша кешірім сұраса да, сынған бұтақ сынған күйінде қалады. Жақсы жетектесе тартына берме, жаман жетектесе артынан ерме. Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес, мейірім. Бақыт жарыңыздың адалдығы, бала-шағаның амандығы, отбасының татулығы. Адам басына бақтың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі. Ашу ақылсыздықпен басталып, өкінумен аяқталады. Сізге өсек айтқан адам сіз туралы да өсек айтады. Ақылды адам біреудің кем-кетігін өзі түзеп жүреді. Ақымақтар біреудің кем-кетігін жіпке тізіп жүреді. Біреулер уақытты жеткізе алмайды, біреулер уақытты өткізе алмайды. Сараң алғанына, жомарт бергеніне қуанады. Сөйлей беретіндер көп, сөйлей білетіндер аз. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы мен мақсаты жоқ адам кедей. Жақсылықты жақсы адам ғана бағалай біледі. Басқалардың бақытына қуанып жүретін адам бір күні өзі де бақытқа жетеді. Жаман жағыңды іздеген адам жақсы жақтарыңды көре алмайды. Адамның көңіліне қарап сөйлеу адамгершілік белгісі. Айтылғанша сөзге сіз қожайынсыз, айтылған соң сөз сізге қожайын.